Biz Manazilul Ahireti Ahiret баспалдақтары дәрісінің 3-ші дәрісіне келіп тоқтап жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз әл-ихтидар, яғни өлім аузында жатқан адам туралы айтамыз. Құран хадистермен айтатын боламыз. Әл-мухтадар деп өлім төсегінде жатқан адамды айтады. Бұған байланысты Алла Тағала Құранда былай деп айтады: "Истаизу билlah, ам кунтум шухаdaa ид хадара Яъқубул маут." Сол бір кезде Жақып пайғамбарға өлім сәті келген кезде, яғни мухтадар дегеніміз өлім төсегінде жатқан адам, өлім сәтін күтіп жатқан адам екен. Әлі бірақ жан шыққан жоқ, бірақ ол кісінің өлетіні анық. Соны мухтадар деп айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде имам Тирмизи өзінің сунанында Бурайдата радиаллаху анхудан жеткен хадисте былай деп айтады: "Әл-муъмину ямуту би'арақил джабин." Муъмин адам, мұсылман адам қайтыс болатын уақытта оның маңдайы терлейді деп айтқан екен. Маңдайынан тер шығады деп айтқан екен. Бұған байланысты, терлеуге байланысты ғалымдарымыз үш нәрсені шығарады біздерге. Біріншісі, муъмин адамның, мұсылман адамның өлім сәтіндегі терлеу себебі бірінші ол сакратул маут дейді. Сакратул маут дейтін жан шығатын уақытты айтады. Сакратул маут дейтін жан шығатын уақыт, ал мухтадар дейтін әлі жан шыққан жоқ, сол өлімді күтіп жатқан адам. Міне сакратул маут, жан шыққан уақытта адам қиналады. Сол қиналғаннан муъминнің маңдайы терлейді деп айтады. Екінші, терлейді деген екінші себебі ол иманның белгісі дейді. Муъмин адамның маңдайы терлеген уақытта, өлім сәтінде, сол тер арқылы оның күнә қателіктері төгіледі дейді. Күнә қателіктері сол термен төгіледі деп айтады. Үшінші себебі, хадистерде келгендей, адамның жаны шығатын уақытта, яғни сакратул маут деп айтамыз ғой, өлім сәтіндегі қиналыс, адамның жаны шығатын уақыт, адамның жаны ең бірінші аяқтан бастап шығады екен. Адамның аяғынан бастап жоғарғы қарай шығып бастайды. Алла Тағала Құран кәрімде былай деп айтады: "Истаизу билlah, калла иза балагатит тарақи." Адамның жаны алқымға келген сәтте, яғни адамның жаны, рухы, нәпсісі аяғынан бастап денесінің жартылай жаны кеткен уақытта үстіңгі бөлігінде әлі жан болады ол кісіде, бірақ астыңғы жағында жан болмайды екен. Ғалымдарымыз айтады, адам баласы астыңғы бөлігі ақыретке кетті, үстіңгі бөлігі әлі осы дүниеде дейді. Сол уақытта әлгі өлетін адам, жаны шығып жатқан адам өзінің кететінін біледі дейді. Өзінің кететінін жоғары пайыз біледі. Сол уақытта адамның балтыры екінші балтырмен оратылады дейді. Бұл жерде тікелей түсінбейміз, өйткені біз өлім сәтіндегі жан шығып жатқан адамның бір балтыры екінші балтыры оратылып жатқан көрген жоқпыз, сондықтан оны тікелей түсінбейміз. Бұл жерде аяттағы мағынасы, адамның жаны шығып жатқан уақытта оның ақыреті мен бұл дүниесі, яғни ол дүниесі мен бұл дүниесі екеуі ұштасатын уақыт деп айтады екен. Ұштасатын уақыт. Яғни бір балтыр екінші балтыры оратылады деген сөз, яғни ол адамның ол дүниесі мен бұл дүниесі бір сәтке жиналатын уақыты дейді. Яғни аяғынан бастап денесінің жартысы бөлігінде жан жоқ болады, яғни ақыретке кетіп қалды сол сәтте,
ал қалғаны бұл дүниеде әлі. Екеуі жиналатын уақыт дейді, оралады деген кісі. Иля роббика йаума идинил масақа. Сол уақытта әлгі кісінің баратын жері, рух денесіне шыққаннан кейін баратын жер, ол біздің жақ дейді Алла Тағала. Енді байқайсыздар ма, кейбір адамдар Аллаға қарсы келген, сондай кәпір болған кейбір адамдар өлім сәтінде, соңғы уақыттарында кейде жаны жеңіл шығып жатады. Ол ненің белгісі десе, Алла Тағала әділ, ол адам, Аллаға сенбеген имансыз адам, қандай да бір жақсылықтар болса істеген, сол жақсылықтарының қарымтасын Алла Тағала соңғы сәтінде беріп қояды екен. Яғни оның жаны жеңіл шығуы әлгі жақсылықтарын сол сәтпен бере салады екен Алла Тағала. Ол да қиналады, бірақ бір кішкентай жеңілдіктер болса, сол жақсылықтардың қарымтасы екен. Алла әділ, жақсылығын соңғы сәтінде бере салады, о дүниеге, ақыретке қалдырмайды дейді Алла Тағала. Ал кейде мұмин адам, мұсылман адам, кейде ол да қиналып жатады. Ол ненің белгісі десе, сол күнәсі себепті күнәсін Алла Тағала кешіріп жатыр дейді, сол қиналуымен. Жалпы сакратул маут дейтін келесі дәрісімізде оған тоқталамыз, оған бөлек. Абу Нуайм және имам Табаранида риуаят етілген хадисте былай деп келеді: Аннан набия саллаллаху алейхи уассалам яқул, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: Инна нафсал муъмини тахруджу рошхан. Расында мұъминнің, мұсылманның жаны, рухы, нәпсісі, ол мысалға біз терлеген уақытта тер қалай дененің тесіктерін қалай шыққан болса, жеңіл, дәл солай мұъминнің жаны да соңғы сәтінде солай жеңіл шығады дейді. Уа инна нафсал кафири тусаллу. Ал кәпірдің жаны ауыр, қиналып шығады дейді. Кәпірдің жаны ауыр шығады дейді. Имам Абу Дауудтың сунанында мынандай хадис келтіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Инна рухал муъмини тахруджу кама тахруджул қатрату мин фамис сиқа. Мұъминнің жаны шыққан уақытта, торсық деп айтамыз, су бар. Сол торсықты төккен уақытта, немесе құманды, су бар құманды ағызып төккен уақытта, арасы үзілмей төгіледі ғой, дұрыс па? Былай төгетін болсаң, дәл сол сияқты мұъминнің жаны шыққан уақытта ешқандай үзіліп шықпайды дейді. Яғни бірден жеңіл шығып кетеді екен. Ал кәпірдің жанын айтады, ал кәпірдің жанына кассуфун деп айтады. Ида удиа фиқатни рақб. Яғни сондай айыр тәрізді, сондай тікенек тәрізді бір темірді алып, соны дымқыл мақтаға немесе дымқыл, яғни сулы жүнге арасына салып, қайтадан шығаратын болсаң, қалай шығады ол? Темірді тартқан уақытта әлгі жүн мақта үзіліп шығады ғой, дұрыс па? Үзіліп. Міне кәпірдің жаны шығатын кезде не істейді? Оның жаны денесіне қаша бастайды екен. Сол уақытта мәләкул маут, өлім періштесі жан суыртып шығарған уақытта не істейді екен? Әлгі кәпірдің жаны үзіліп не істейді екен? Қиналып сөйтіп шығады екен. Алла Тағала баршамызға соңғы сәтімізде жеңіл шығуын, мұъмин халде шығуын Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Өйткені хадисте келеді: Иннамал аъмалу бил хаватим. Расында амалдар соңғы сәтпен өлшенеді дейді. Мысалы, бір адам 50 жас өмір сүретін болса, оның 50 жылда жинап келген нәрсесі осы мұқтадар дейді, өлім төсегенде өлімді күтіп жатқан адамның сәтінде нәтижесі көрсетіледі екен.